Сәлем құрметті көрермен, егер де сен осы видеоны көріп отырған болсаң, демек сен болашақ ұбт тапсыратын түлексің. Яғни бұл видео саған пайдалы болады деген ойдамын. Бұл жерде қаңтар ұбт жайлы, жалпы негізгі ұбт жайында да шолып өтпекпін. Ал ендеше көп созбай бастайық. Біріншіден достар, қаңтар ұбт не үшін керек екенін білесіздер деген ойдамын. Яғни бұл сіздердің оқу жылындағы ең алғашқы ұбт-ларыңыз. Жалпы көп уайымдамауға кеңес беремін. Дым уайымдамай-ақ қойыңыздар, бірақ барынша жоғары балл алуға тырысыңыздар. Бұл қаңтар ұбт ақылы оқуға тапсыратын болсаңыздар, осы қаңтар ұбт-дан ең жоғары алсаңыздар, осыны ақылы оқуға ұсынсаңыздар болады. Ал былайынша грант ұбт қалайтындарға осы барлығы грантқа түсіп кетсін. Әумин, осы видеоны көріп отырған барлығы грантқа түсіп кетсін. Ал сол грантқа түсуді қалайтындар үшін бұл ұбт алғашқы пробный ұбт болмақ. Яғни байқау ұбт, яғни ұбт-ның атмосферасын сезініп, сол жақта барып көріп, компьютерлер қалай жұмыс істейді, қалай кіреді дегендей нәрсе болуы мүмкін. Әрине кейбір курстарда өзі пробныйларға апарады, бірақ сонда да бұл ұбт-ның орны пробный ұбт секілді. Сондықтан да достар, көп уайымдамауға кеңес беремін. Жалпы бұл бірінші мәселе. Бұл ұбт-дан қанша алсаңыздар да, аз аласыздар ма, көп аласыздар ма, дайындықты тоқтатпаңыздар. Қазір мен сіздерге екі нәрсені айтамын. Біріншіден, аз алып қалсаңыздар, дым уайымдаудың қажеті жоқ. Алда уақыт бар, бірақ дым уайымдаудың қажеті жоқ. Қалай осыған дейін оқып жүрсіз, немесе оқымасаңыз, немесе қателіктер болса, соны түзетіңіз. Ал қалай оқып жүрсіз, соны жалғастырыңыз, тіпті одан да күшейтіңіз. Жалпы дисциплинаны көбейтіп, одан да көбірек фокус бөліңіз. Бұл сізге мотивация болсын, наоборот, керісінше. Сондықтан да осы ұбт-дан аз алсаңыздар уайымдамаңыздар, ата-анаңызға немесе тағы да басқа түсіндіріңіз, айтыңыз, оқимын деп дәлелдеңіз, көрсетіңіз, алдағы ұбт-ларда жоғары алып көрсетіп дәлелдеп тастаңыз. Ал енді көп алатындарға келсек, қаңтар ұбт-дан негізінен көбінесе оңай болатын ұбт-лардың бірі. Сондықтан да осы ұбт-дан көп алатын адамдар кездеседі, яғни біраз бөлігі көп алып, кәдімгідей өзінің ойындағы балын алып шығады. Оның үстіне алдағы 5 ай бар ғой, жарты жыл бар ғой деген секілді ойлар оның результатын нормальный қылып көрсетіп тұрады. Бірақ достар, айтайын сіздерге, қаңтар ұбт-дан максималды балл алуға тырысыңыздар, білімдеріңізді көрсетіп. Бірақ айта кететін нәрсе, жалпы бітіріп кеткен адамдардың көбісі болғанда бірнеше бөлігі осы қаңтар ұбт-ның алған нәтижесінің аймағында алған, яғни бірнеше 10-15 балл прогресс жасап, сол қаңтар ұбт-ның айналасында алғандар көп негізгі ұбт-дан. Сондықтан да барынша жоғары балл алуға тырысыңыздар. Бірақ сіздер тек қана 10-15 балл алдыға жылжымай, керісінше одан да көбірек алғыларыңыз келсе, онда кәдімгідей дайындалыңыздар, кәдімгідей кірісіңіздер. Одан да көп, әлі жарты жыл бар ғой, 5 ай бар ғой деген уақыт ондай менде де болды. Сіздерге кеңесім, осы қателіктерді жіберіп алмаңыздар. Яғни дайындықты тоқтатпай, керісінше 2 есе күшейтетін кезең келеді. Сөйтіп күшейтіп отырып, наурыз ұбт-да сөйтіп өткеріңіз. Дайындықты тоқтатпаңыз. Бұл сізге әсер етпеу керек. Бұл сізге қатты әсер етпеу керек. Яғни дайындығыңызды керісінше тоқтатпауға мүмкіндік беру керек бұл сізге. Сондықтан да көп алсаңыздар қатты әсерелеудің қажеті жоқ. Бірақ барынша көп алуға тырысыңыздар. Жай ғана өздеріңіздің білімдеріңізді тексеруге және оны ары қарай күшейтуге себеп болу үшін. Екінші нәрсе, осы қаңтар ұбт-дан жоғары балл алу үшін достар, көбірек өткен нәрсені қайталаңыздар. Осы видеоны көріп, қаңтар ұбт туралы ойлап, осыны уайымдап отқан адамның көбісі негізінен ертерек оқуды бастап, көп материалды уже игеріп алды деген ойдамын. Яғни, мысалы қазақстан тарихтан 6, 7, 8-ді өтіп тастасаңыз, сол 6, 7, 8-ді кәдімгідей қайталап шығыңыз. Ал егер аз материал игердім деп ойласаңыз, онда әрине материалдың үстіне кәдімгідей біліміңізді қосып, тағы да біраз нәрсені игеріп, сөйтіп барсаңыз да болады. Бірақ қайталауды да ұмытпаңыз. Қандай жағдай болса да өткен тақырыптарды қайталап шығыңыз. Кәдімгідей біраз уақыт бөліп қайталауға, одан кейін материал әлі керек десеңіз, тағы да үйреніп шықсаңыз болады. Бірақ оны да қайталап дұрыстап бекітіп алыңыз. Сондықтан да достар, сол қайталау осы қаңтар ұбт-дан жоғары балл алуға кәдімгідей көмектеседі. Қаңтар ұбт-дан ғана емес, жалпы осы қайталау сізге кәдімгідей балл қосуыңызға мүмкіндік береді. Қайталап бекітіп алсаңыз, бұл сіздің негізгі ұбт-ыңызға дейін кәдімгідей сақталуына көмектеседі. Бірақ қайталап отырыңыз, әр ай сайын қайталап отырыңыз, апта сайын қайталап отырыңыз үйренген материалдарыңызды. Сонда сіз кәдімгідей жетістікке жетуіңізге болады негізінен.
Ал экинчи нерсе достор, турактылык, яғни дисциплинамен жүрүп отуруңуздар. Күнделикти бир кеминде үлгермедим дегендин өзүндө 2 саат болсун, 3 саат болсун бөлүүгө тырышыңыздар. Я билем, бул ар түрдүү проблемалар болот там, бирок биринчи достор, приоритетке, басты фокусту осы сабакка бөлүүгө кеңеш беремин. Башка шаруалардын бәрин кое туруп, обутуну ойлаңыздар достор. Бул сиздердин армандарыңызга жетелейтин жол, бул сиздерди алдагы грантка апаратын жол. Грант алып, стипендияңызды ай сайын алып аткан, мисалы окуп жүрүп акча алып отурасыз, өзүңүздүн каалаган мамандыгыңызда окуп жүрөсүз. Осунун бәрин ойлана отуруп, осы сабакты биринчи орунга коюп, осуга көп көңүл бөлүүгө тырышыңыз. TikTok, там телефондогу алаңдатуучу факторлор, бунун баары калат. Өзүңүз дер кезинде түшүнүп, онун баарын өчүрүп чыгууга кеңеш беремин. Шаршамаңыздар достор, эринбеңиздер, жыланбаңыздар. Башка бир отвлекать этетін, назарды аударатын факторлордун баарын алып тастаңыздар, фокусту коюңуздар осуга. Достор, эгерде өздөрүңүздү аяйтын болсаңыздар, анан негизги бутуга барган кезде, анан экрандан чыккан балды көрүп, бул балдын өзүңүздүн армандарыңызга тоскоол койганын көрүп, жалпы эч кандай мамандыкка жетпейтин болса, Кудай сактасын, типтен сол кезде барып мынау грантка жетпейтин балды көргөн кезде, мынау кеуделериңиздеги ауыртпалыкты сезингилериңиз келмесе, өздөрүңүздү аянбаңыздар, эмгектениңиздер. Осы дисциплина боюнча, жалпы турактылык боюнча сиздерди марафонго чакырамын достор. Ол марафонда күнделикти кечке отчет бересиздер, бүгүн не истегендериңиз тууралуу кәдимгидей отчет тапшырып отурасыздар, және менен осы колдоо, мотивация алып отсаңыздар болот. Онун үстүнө аптасына немесе типти күнделикти ачык чат болот, бир аз убакыт, 1 сааттай деген секилди. Бирок осы сиздерди жалпы кадагалоо жетишпей жүрсө, немесе осы бир жаңа адетти баштоо үчүн жалпы кәдимгидей турактылык керек болса, осы марафонго чакырамын. Желтоқсанның 1-нен башталады. Бар болгону 30 адамды осы потокто алмакпын. Сондуктан да 30 адамга үлгерсеңиздер, үлгерип калыңыздар. Яғни кантор бутуга дейин сиздер кәдимгидей өздөрүңүздү турактап, жүйөлөп үйрөнөсүздөр деген осы марафондун әсеринен, және кәдимгидей бир аз дисциплинага үйрөнөсүздөр. Достор, эгер сиздер өздөрүңүздү аяйтын болсаңыздар, ол марафонда мен сиздерди аямайтын болам. Бул жакта бар болгону 2 рет талап орундалмай калатын болсо, яғни отчет жиберилмей, немесе таңғы байланыс дегендей өздерінің талаптары орундалмай калатын болса, бірден чыгарып жиберетин боламын. Сондуктан да ол жакта баары катаң түрдө, баары өздеріңіз үчүн болады. Уже 1 желтоқсан күнү алгачкы күнү башталып кетеді, соған дейін кирип үлгеріңиздер. Және ол марафонда менен кеңестер алсаңыздар болот, әсіресе тарихқа байланысты. Алланын каалооменен тарихтан 20-дан 20 алган болатмын, Наурыз обутуда 20-дан 20. Осы секилде кеңестерди сурап алсаңыздар болот. Багасы 2500 теңге, бирок эгер бир досуңузду чакырып, осы каналга подписаться этетін болсаңыз, 1990 теңгеге ала аласыздар. Бирок бир досуңуз сол 30 адамдын ичине үлгерүү керек тоже. 30 адамды негизги жоспар боюнча 30 адам. Сондуктан да тек 30 адаммен буюрса жүретін боламыз. Обутудан жогары, осы кантар обутудан жогары бал алгыңыз келсе, мен сиздерге бирнеше бир өзүңүздүн азыркы пробныйларыңыздан, эгер шын тапшырып жүргөн болсоңуздар, бир 20-30 бал жогары коюуду сунар едим. Әрине 30 көп болуп кетүү мүмкүн, бирок 10-15 бал, яғни осы кантар обутуга дейин сол 10-15 бал көтөрүп алып, кантар обутудан сол ойлоганыңыздай бал алып чыксаңыз, өзүңүзгө бир керемет әсер болады. Жалпы обуту, ал негизги обутуга бир аз убакыт бар. Кәдимгидей үлкен жогары бал коюңуздар, үлкен армандоодон коркпаңыздар. 140-135 бал коюңуздар. Булай ғой, кимдики экенин билбедим, бирок мага осы университетке түскенде бирөө айткан болатын. Эгер адам Гарвардга, Оксфордко түсөм деп армандаса, ол чет элдин башка бир топ университетине түсүү мүмкүн. Ал башка бир чет элдин топ университетин армандаган адам осы Казакстандагы керемет университеттер, соларга түсүү мүмкүн. Ал сол Казакстандагы эң бийикти армандаган адам одан сәл орташалау университеттерге түсүү мүмкүн дегендей айткан болатын. Сондуктан да армандаудан коркпаңыздар, алда кәдимгидей жүректериңизге сиңдириңиздер және сол боюнча аракет жасаңыздар. Арманды бирөөлөр бар, жай гана армандаудан коркуу мүмкүн, жалпы сенбеүү мүмкүн, бирок аракет жасоо мүмкүн, немесе жасамоо да мүмкүн, согон байланыштуу. Ал бирөөлөр бар, өтө катты сенип алады, бирок
әрекет жасауда кейінге қалдырып отырады прокрастинация. Ой, үлгеремін ғой, әрі қырып оқып тастаймын, 1-2 күнде былай оқып тастаймын, бірақ бір айда былай 2 айдың материалын меңгеріп аламын, анау бұндайдың керегі жоқ достар, шын айтайын, бұндайдың керегі жоқ. Армандаңыздар, сеніңіздер, жүректеріңізге сіңдіріңіздер және сол бойынша әрекет етіңіздер. Және алдыға жылжып отырыңыздар, күнделікті бір аз-аздан болсын, аз-аздан бастап кейін көтеріліп отырыңыз. Және қайталауды ұмытпаңыздар. Болды, осы бар болғаны. Аз ғана уақыт қалды достар, барынша уақытты тиімді пайдаланып, қайталай отырып жаңа материалды игеріп, қаңтар ұбт-дан максималды өздеріңіздің білімдеріңізді көрсете отырып жоғары балл алыңыздар, алуларыңызға тілектеспін. Сол, бірақ кейін дайындықты тоқтатпаңыздар, бастысы осы. Демалыңыздар, бірақ дайындықты тоқтатпаңыздар, үздіксіз қайталай беріңіздер, яғни әрекеттеріңізді қайталай беріңіз күнде. Тағы да басқа кеңестерді келесі видеоларда шығаратын боламын. Сондықтан арнаға тіркеліп қойыңыздар.